Амантай Дәулетбеков Қарағанды облысының Жаңаарқа ауданында 1917 жылы дүниеге келген. 1939 жылы әскери борышын қиыр шығыста бастаған. 1942 жылы Брянск майданына жіберіліп, 13-ші армияға қарасты 1180 артиллериялық полктың жауға қарсы атқылайтын артиллериялық қаруының командирі Амантай Дәулетбеков 1943 жылы 3 шілдеде Орел мен Курск темір жолдары арасындағы Панери қалашығы түбінде кескілескен ұрыста өзі теңдесі жоқ ерлігін көрсетті. Жау жағы Амантай Дәулетбеков пен оның қаруластарын жойып жіберуге 13 рет алға ұмтылып шабуыл жасады. 14-ші шабуылында қарулары таусылған Амантай Дәулетбеков пен оның қаруластары қолма-қол ұрысқа фашистерге қарсы шықты. Бұл ұрыста ержүрек Амантай Дәулетбеков 4 фашисті шаншып, соңында өзі де оққа ұшады. Бар болғаны бір жыл соғысқанда Амантай Дәулетбеков өз қаруластарымен бірге жаудың 29 танкісін, өздігіне жүретін 13 артиллериялық қаруын және 200-ден астам фашистерді жойып жіберген. КСРО жоғарғы кеңесі төралқасының жарлығымен 1943 жылдың 24-ші желтоқсанда Амантай Дәулетбековке кеңес одағының батыры атағы берілді.